Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 15-ші сабақ. 7 санының құрамы. 7 санының құрамын анықтайсың. Нөмірі 1 есеп. Суретке қара, әр сөредегі кітаптарды сана. Әр сөреде 7 кітаптан болу үшін неше кітаптан қою керек? Сөредегі кітаптарға қарайық балалар. Мұнда 2 кітап тұр екен. Біз оны табу үшін 7-ден 2-ні азайтамыз. Сонда 5 қалады. Мұнда 5 кітап қоюымыз керек екен. Мұнда 6 кітап бар. Біз 7-ден 6-ны азайтамыз. 1 қалады. Мұнда 1 кітап қоюымыз керек. 3 кітап тұр. Біз 7-ден 3-ті азайтамыз. 4 қалады. Мұнда 4 кітап қоюымыз керек. Мұнда 5 кітап тұр. Біз 7-ден 5-ті азайтамыз. 2 қалады. Мұнда 2 кітап қоюымыз керек екен. 4 кітап тұр. 7-ден 4-ті азайтамыз. 3 қалады. Мұнда 3 кітап қоюымыз керек. Мұнда 1 кітап тұр. Біз 7-ден 1-ді азайтамыз. 6 қалады. Мұнда 6 кітап қоюымыз керек екен. Біз бірінші есепті осылай шығардық балалар. Нөмірі 2 есеп. 7 санының құрамын айт. 7 санының құрамын айтатын болсақ, балалар, 6 мен 1-дің қосындысы, 5 пен 2-ның қосындысы, 4 пен 3-дің қосындысы, 3 пен 4-дің қосындысы, 2 мен 5-дің қосындысы, 1 мен 6-ның қосындысы екен. Нөмірі 3 есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Мұнда 6 көк кітап екен, 1 қызыл кітап екен. 6-ға 1-ді қосатын болсақ, 7-ге тең, яғни барлығы 7 кітап. Орын ауыстырамыз. 1 мен 1-ге 6-ны қосатын болсақ, 7-ге тең. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді екен балалар, я? Барлығы 7 кітап, одан 1 қызыл кітапты азайтатын болсақ, 6 кітап қалады екен. Барлығы 7 кітап, одан біз 6 көк кітапты азайтатын болсақ, 1 кітап қалады екен, я балалар? Екіншісіне қарайық, мұнда көк кітап 5 екен, қызыл кітап 2 екен. 5-ке 2-ні қосатын болсақ, 7-ге тең. Орын ауыстырамыз қосылғыштардың. 2 қосу 5 тең 7-ге. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Барлығы 7 кітап, одан біз 2 кітапты азайтатын болсақ, 5-ке тең. Барлығы 7 кітап, біз одан 5 кітапты азайтатын болсақ, 2-ге тең болады екен. Үшіншісі суретке қарайық балдар. Мұнда 4 көк кітап, 3 қызыл кітап. 4-ке 3-ті қосатын болсақ, 7 болады екен. Орын ауыстырамыз, 3-ке 4-ті қосамыз, 7-ге тең. Барлығы 7 кітап, одан біз 3 қызыл кітапты азайтатын болсақ, 4-ке тең болады екен, яғни 4 кітап қалады екен. 7 кітаптан біз 4 көк кітапты азайтатын болсақ, 3 кітап қалады екен, я? Нөмірі 4 есеп. Оқушылар кітапқа арналған бет белгілер жасады. Олардың әр қайсысында көрсетілген санға сәйкес суреттер болуы тиіс. Тағы неше сурет желімдеу керек? Мұнда қарайық, мұнда 7. Жетеудің 3-еуі жасалып қойған екен. Біз оны табу үшін 7-ден 3-ті азайтамыз. Бізде 4 қалады. Яғни мұнда 4 сурет тағы да жасауымыз керек екен. Мұнда 6-аудың 2-еуі жасалып қойған. Біз оны табу үшін 6-тан 2-ні азайтамыз. 4 қалады. Мұнда біз 4 сурет жасауымыз керек екен. Мұнда 5-еудің 4-еуі жасалып қойған. Біз 5-тен 4-ті азайтсақ, 1 қалады екен. Сонда мұнда 1 сурет жасауымыз қажет екен. Нөмірі 5 есеп. Жазуларды түсіндір. 4 қосу 3. Бұлай түсіндіретін болсақ, балалар, мұнда 4-те тұр. 3 қадам алға жүретін болсақ, балалар, 7-ге келеді екен. Яғни 4 қосу 3 тең 7-ге екен. Астындағы суретке қарайық, балалар. 4 қосу 1, қосу 1, қосу 1 деп тұр. Яғни 1-1 қадамнан алға қарай жүреміз. 4-те тұр. 1 қадам алға жүретін болсақ 5-ге келеді, тағы да 1 қадам алдыға жүретін болсақ 6-ға, тағы да 1 қадам алдыға жүретін болсақ 7-ге келеді екен.
Одан кейін 4 қосу 2 қосу 1. Яғни 4-те тұр. 2 қадам алға жүретін болсақ 6-ға, одан тағы 1 қадам алдыға жүретін болсақ 7-ге келеді екен. Яғни 4 қосу 2 қосу 1 7-ге тең екен. Балалар, қосуда үнемі алға қарап жүреміз. Азайту. Азайтуда 7 азайту 3 деп тұр. 7-де тұр. Біз 3 қадам артқа жүретін болсақ 4-ке келеді екен. Сонда 7-ден біз 3-ті азайтатын болсақ 4 болады екен. Енді 7 азайту 1, азайту 1, азайту 1. 7-де тұр. Біз бір қадамнан артқа жүреміз. 1 қадам артқа жүрдік, 6-ға келді. Тағы да 1 қадам артқа жүрдік, 5-ке келді. Тағы да 1 қадам артқа жүретін болсақ 4-ке келеді екен. Сонда 7 азайту 1, азайту 1, азайту 1. Сонда бізде 4-ке тең екен. Енді 7 азайту 2, азайту 1. Бізде 7-де тұр. 2 қадам артқа жүреміз. Міне суретте сол көрсетілген. 5-ке келеді. Одан тағы да 1 қадам артқа жүретін болсақ 4-ке келеді екен. Сонда 7 азайту 2, азайту 1 бізде 4-ке тең болады екен. Балалар? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңырауды басып, лүпіл басуды ұмытпаңдар. Балалар? Күнделікті тапсырмаларды бірге орындап отырайық. Келесі сабақта кездескенше.